Сәлеметсіздер ме? Мен YouTube көрермендерім. Сіздермен бірге минерал және қызыл тауық болу каналы. Бүгін қазір тауықтарға бара жатырмын. Мынандай отход алып бара жатырмын тауықтарға. Міне бұл жақта кеше күн суытып кетті, ауа райы жаман болып кеткеннен кейін мына жақ уже кәдімгідей балшық болып отыр. Себебі мына жақта уже балшық бар. Осы жақтағы мына жерде тұрған китайский шелковый мен мына жақта тұрған балапандарды брудерға апардық. Олардың халдері бәрі жақсы. Нормально. Так, мына жақта бізде мына балапандар. Әтештің дауысын естіп тұрған боласыздар. Оларға бердім міне. Осы видеомда көрген боласыздар. Әтеш алып келдім. Жаңа новый әтеш алып келдім. Бүгін мынау Кейлу тауығым жұмыртқа алып келді. Осы тауығым жұмыртқа алып келді. Бір жұмыртқа гнездосын алып кетті. Мен жерге. Так, мына жерде бағана балапандар. Тыныш. Бағанағы мына жақта көрсеткен балапандар. Олардың кормушкасын осы жерге іліп қойдым. Енді мына балапандар жей тұрсын дегендей. Енді қазір мына әтешке баратын боламыз. Жаңадан келген әтешке. Міне жаңадан келген әтеш. Міне здоровый кәдімгідей. Чем-то кішкене дакан шатыс па бірдемесі бар. Міне тауықтар бәрі жақсы. Ана мен қойып қойған мына жұмыртқаны жарып жапты. Ана өздерінің жұмыртқасын туып қойыпты. Так, осы міне әтеш. Қарабұлақтан барып алдық. Міне тауықтар. Енді бұйыртса инкубацияның жұмыртқасын жинайтын болам. Күш. Мына жақта кохинхиндар. Мына жақ кәдімгідей балшық болып отыр. Осындай балшық болып отыр. Мына жақта мен кохинхиндар, брама, кохинхин. Ах, бос мой. Так. Осы міне түні бойы жаңбыр жаман жауды. Сол. Бүгін бір жұмыртқа алып келді кохинхиндар. Міне мына кохинхин туып жүр, белый. Әтеш арықтап кетті. Білмеймін неліктен екен. Бидай бәрі бар, міне тамақ бәрі бар. Бірақ та әтеш арықтап кетті, что-то. Слишком арықтап кетті десем болады. Тауықтары, міне әтеші. Былайына түсірейін қазір. Міне прайм іші жиналып арықтап кетті. Міне аяма балшық жиналып отыр мен уже. Мына жақта жүрген мына әтешпен почти бірдей болып кетті ана әтешім. Не қылып екенін білмеймін. Походу жаңбырдан ба иммунитет түсіп кеткен шығар. Мен әтешім жүр. Халі бәрі жақсы, нормально. Күшті. Міне бізде ақырында жаңбыр жауып отыр. Сәл-сәл. Міне әтеш. Жақсы әтеш. Айғайлап тұрған әтеш, жұмыс істеп тұрған әтеш. Тип. Вот. Ана бір жұмыртқаны Адлер туған. Оның бірақта ішінде ұрығы жоқ жұмыртқа. Вот. Не балапандарым 2 айлық. Кучамен домашний, обыкновенный. Бұйыртса тағы порода
жинайым деген ой бар жазда. Порода жинайым деген ой бар. Кохинхин, мраморный, палевый, черный. Сол стандарт породалар жинайым деген ой бар енді. Мына жақта білесіздер сіздер. Менде болған. Мыналарға что-то бірдеме болды ма? Не болып қалды екен, қазір достар. Мына жақта что-то тауықтарым бүрісіп не қылып жатыр. Мыналар міне. Ұйықтап отыр ма, білмеймін, әйтеуір нормально. Міне брамам жүр. Неге түскісі келіп отыр. Ванныйға. Балшықтың ванныйына түседі ғой бұлар. Залаға соны жуынады ғой. Соған походу түскісі келіп отыр. Енді бұйыртса бір аптадан кейін алла бұйыртса балапандарым шығады. Ломан Браун мен Кохинхин. Енді ойлап отырмын, ол тұқымды өзіме қалдырсам ба деп. Ломан Браун жалпы ұстамаңыздар. Жаман тауық екен. Тауық жамандау болмайды, бірақ та породасы сондай. Болмайтын порода екен. Лучше бір қазақи үйдің тауығын ұстаған жақсы, чем Ломан Браун. Қанша арзан тұрса да, ол Ломан Браун. Бүгін таңертеңгі жуық жаңаға әтешті базарға бардық. Өзіміздің базарға. Базарда әтештер бағасы болмайды, қымбат сұрап тұр. Жай осында қазақи әтешке 1,5 тауықтың бағасы сұрап тұр ғой. Содан кейін бардық. Бір ағаны кездестірдік. Аға Қарабұлақта тұрады екен. Айтты мен сендерге қазір әтеш тауып берем деді. Сонымен, в общем, Қарабұлаққа барып кеп, әтешімізді алып келдік. Міне. Мынау біздің аула. Осындай аула, короче. Білетін шығарсыздар. Бидай түсірді ме, түсірмеді ме? Бидайым көтеріліп қалды, міне. Прям жақсы болып, мына жақта бүлдірген уже шығып жатыр, қызыл болып, міне. Сіздерде қалай бүлдірген шығып жатыр ма? Міне. Қып-қызыл болып шығып жатыр. Сол тауықтың навозын сепкем осы жаққа. Талдардың астына да сепкем. Сол жалпы қалдарыңыз қалай? Комментария жаз кетсеңіздер болады. Сол бағыттарыңыз қалай? Құстарымыз аман ба, бәрі жақсы ма? Менікі нормально. Иттен құтылдық әйтеуір. Енді жақсы болып келе жатыр бәрі. Мына ухилі әтешіміз неміз шұқиды, мына кішкене балапандар шұқып жүр. Гені бар енді. Тоже жұмыс істеп тұрған әтеш. Қазір инкубаторда жаңа белый кох пен светлый брама скрещенный породаның 6 жұмыртқасы бар. Енді олар бір 2-3 аптадан кейін шығып қалады. Оны түсірем, не порода шығады екен, өзіме де қызықты. Негізі по стандартпен жасаған жоқпын ол породаны. Міне, қорған сырты. Ояқты мен өзім шығарып жасадым. Светлый брама әтешке 2 белый Кохинхин тауық қостым. Сондай порода шығардым. Сол жерде достар, сау болыңыздар. Құстарыңыз аман болсын. Жолдарыңыз ашық болсын. Ассаламу алейкум. Ауырмай, сырқамай жүре беріңіздер.